Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі түс жору тақырыбымыз түсіңізде азан даусын естісеңіз қалай жоримыз? Соған тоқталайық. Түсіңізде азан даусын 2 рет естісеңіз жақсылыққа жорылады, қажылыққа барып қаласыз дегенді білдіреді. Түсіңізде азан естісеңіз сіздің жағдайыңызға байланысты. Егер сіз Аллаға жақын намазыңызды оқып жүрсеңіз, онда сізді жақсылыққа шақырып жатыр дегенді білдіреді. Ал егер Алладан алыс болсаңыз, бейнамаз болсаңыз, онда сізге ескерту. Яғни, сізден жапа шеккен адам сізден ақысын алады, немесе сізде қиыншылықтар туындайды дегенді білдіреді. Түсіңізде таң намазының азанын естісеңіз, сол күннен бастап сіз басыңыздағы қайғыдан арылып, жақсы өмір бастайтындығыңызға ишара. Біреуден қорлық көріп намаз оқығаннан кейін сол түні түсіңізде таң намазының азанын естісеңіз, жақын уақытта үлкен жеңіске жететіндігіңіздің белгісі. Білім алып жүрген адам түсінде таң намазының азанын естісе, болашақтағы өмірі жарқын болатындығының белгісі. Ауырып жүрген адам түсінде таң намазының азанын естісе, Алла тағаланың оның дертіне шипа беретіндігіне ишара. Түсіңізде таң намазының азанын естісеңіз, алға қойған мақсаттарыңызға егер тырыссаңыз жетесіз дегенді білдіреді. Түсіңізде бесін намаздың азанын естісеңіз, барлық қарыздарыңыздан құтылып, жақсы өмір бастайтындығыңызға ишара. Түсіңізде асыр намаздың азанын естісеңіз, дінге бекем болыңыз дегенді білдіреді. Түсіңізде асыр намаздың азанын естісеңіз, басыңыздағы бүкіл қиыншылықтарыңыздан құтыласыз дегенді білдіреді. Түсіңізде асыр намаздың азанын естісеңіз, жасаған дұғаларыңыздың қабыл болатындығына ишара. Түсіңізде ақшам намаздың азанын естісеңіз, бастаған ісіңіздің алға басып, мол ақша табатындығыңызға ишара. Түсіңізде ақшам намаздың азанын есту, көп ғұламалардың пікірінше бұл жағдай ораза ұстауға байланысты деген. Егер сіз Алла елшісі Мұхаммед пайғамбарымыздың артынан ерсеңіз, дүйсенбі, бейсенбі күндері ораза ұстаңыз, сол кезде Аллаға жақындай түсесіз дегенді білдіреді. Түсіңізде құптан намаздың азанын естісеңіз, бұл сізге ескерту, шайтанның арбауына түсіп қалмаңыз дегенді білдіреді. Түсіңізде азан даусын есту, сіздің ұрлыққа осал екендігіңіздің белгісі. Сізден біреу бір нәрсені ұрлап кетуі мүмкін. Түсіңізде кішкентай баланың азан шақырып жатқанын көрсеңіз, сол елде надандар мен жемқорлардың көп екендігіне ишара. Түсіңізде намаз уақытынан тыс азан даусын естісеңіз, сізге ескерту, сіздің біреуден жапа шегуіңіз мүмкін, немесе ауырып қалуыңыз мүмкін. Түсіңізде құдықтың ішінде тұрып азан даусын естісеңіз, жақсы жұмысқа орналасатыныңыздың белгісі. Түсіңізде азан даусын естіп, оны жақтырмасаңыз, сіздің бір жаманшылық жасап жүргендігіңізге ишара.